Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? 9 сынып қазақ тілі білімді ұрпақ іргелі елдің кепілі тақырыбының 2 сабағының сабақ жоспарымен таныс болыңыздар. Сабақ жоспары жолдау мәтіні негізінде жасалынады. Оқу мақсаты 9.1.2.1 қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау. Сабақ мақсаты оқушылар жолдау мәтінінен қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық және ғылыми тақырыптарды анықтайды. Мәтіндегі мақсатты аудиторияны анықтап, қолданылған көркемдегіш құралдардың рөлін талдай алады. Сонымен қатар өз ойларын дәлелдермен жеткізіп, талдау жүргізе алады. Оқушыларға жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2023 жылғы жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолдауынан үзінді беріледі. Үзінді: Қазақстанның жаңа кезеңі, жаңару мен жаңғыру кезеңі. Бұл жолда әрбір азаматтың, әсіресе жастардың рөлі ерекше. Білім мен ғылым саласындағы реформалар, цифрландыру, инновациялар елдің дамуының негізі. Жастарға арналған жаңа мүмкіндіктер, кәсіпкерлік қолдау, әлеуметтік теңсіздік бұл бағыттағы басты басымдықтар. Әлеуметтік саясаттағы жаңашылдықтар, әділеттілік пен теңдікке негізделген шешімдер қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы серіктестік, ашықтық пен септілік демократиялық дамудың кепілі. Жаңа Қазақстанды құру жолында әрбір қазақстандықтың үлесі маңызды. Осы жолдау беріледі. Оқушыларға алдын ала ұсынылған жолдау негізінде бірінші топтық жұмыс тапсырмасы беріледі. Әдіс-тәсіл инцидент кестесі және талдау. Тапсырма: мемлекет басшысының жолдауынан үзінді беріледі. Топпен мәтінді талдап, жолдаудың негізгі мақсаты қандай, мақсатты аудитория кімдер, қандай көркемдегіш құралдар қолданылған анықтап, кестеге түсіріңдер деген тапсырма беріледі. Бағалау критерийі: мәтіндегі мақсатты аудиторияны анықтайды, көркемдегіш құралдарды табады және олардың қызметін түсіндіреді. Дескриптор: 1 балл мақсатты аудиторияны атайды, 2 балл кемінде көркемдегіш құралдарды табады, 3 балл құралдардың мәтіндегі рөлін түсіндіреді. Оқушылар өздерінің түсінігі мен өздерінің білімінің негізінде тапсырмалардың жауабын орындайды, бірақ ықтимал жауаптарды ұсынып отырмын. Жолдаудың негізгі мақсаты елдің дамуы үшін білімді ұрпақты қалыптастыру, жастарға білім мен ғылым саласында жаңа мүмкіндіктер ұсыну, әлеуметтік экономикалық реформаларды насихаттау, цифрландыру мен инновацияны дамыту. Мақсатты аудитория: жастарға, студент, оқушылар, жас кәсіпкерлерге арналған, мұғалімдер мен ғылыми қызметкерлерге және қоғамның барлық мүшелері, саяси, әлеуметтік саясатқа қатысушылар мен мемлекеттік қызметтерге арналған екенін анықтайды. Дескрипторда көрсетілгендей, көркемдегіш құралдардың мәтіндегі рөлін анықтайды дегенге оқушылар эпитеті табуы мүмкін. Білімді ұрпақ іргелі елдің кепілі, яғни оның рөлі, әсері елдің болашағы мен білімнің маңызын көрсетеді деп айтылуы мүмкін. Метафора: жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолында елдің дамуы мен өзгерістерді бейнелейді деп табуы мүмкін. Қайталау кездесуі мүмкін. Әлеуметтік экономикалық даму, білім, ғылым деген сөйлемді тауып, оның негізгі әсері, бұл жерде қолданудағы негізгі ойларды күшейтіп, есе қалатынды етіп қолданды деп табады. Жұптық тапсырма, екінші тапсырма. Бірінші тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушыларға екінші тапсырма орындалады. Тәсілі пен диаграммасы. Оқушыларға алдын ала газетте жарияланған мақаланың үлгісі ұсынылады, немесе өздеріне табуға сілтеме бересіздер. Ары қарай жолдау мәтіні мен басқа да қоғамдық саяси мәтінмен салыстырыңыздар деген тапсырма беріледі. Олардың ұқсастығы неде, айырмашылығы неде? Бағалау критерийі: 2 мәтінді салыстырады, ұқсастығы мен айырмашылығын жазады. Дескриптор:
кемінде ұқсастығын көрсетеді 1 балл, кемінде бір айырмашылықты анықтайды 2 балл, салыстырудан қорытынды жасайды 3 балл қоясыздар. Оқушыларға жастарға арналған білім беру мүмкіндіктері деген мақаланың үзіндісін ұсынамыз. Осы үзінді бойынша жұптық тапсырманы орындайтын болады. Үшінші тапсырма жеке жұмыс. Бұл тапсырманы біз кубизм әдісі арқылы орындайтын боламыз. Тапсырма: кубик қырларындағы сұрақтар. Жолдау кімге бағытталған? Жолдау неліктен маңызды? Қандай сөздер әсерлі шықты? Қай көркемдегіш құрал ерекше назар аудартты? Білімді ұрпақ жайлы ойды қалай жалғастырар едің? Сен бұл жолдаудан қандай әсер алдың? Деген сұрақтарға, кубик қырларындағы сұрақтарға жауап береді. Бағалау критерийі: жеке ой пікірін білдіреді әр оқушы, және мәтіннен дәлел келтіреді. Дескриптор: 1 балл, сұраққа қысқаша жауап береді, 2 балл, мәтіннен дәлел келтіреді, 3 балл, өзіндік ойын қосады. Әр тапсырмадан кейін ұстаз бен шәкірттер бір-бірімен кері байланыс жасап, тапсырма орындалып болған соң қалыптастырушы бағалар қойылады, немесе жарияланады. Сабақ соңында рефлексия: бағдаршам әдісін қолдандым бұл жолы, жазылу: бәрін түсіндім, талдауға сенімдімін, сары түс: кейбір тұстарды түсіндім, әлі де жұмыс істеуім керек, қызыл түс: қиын болды, қосымша көмек қажет деген сөздерді жазып, стикерлерді жабыстыратын болады. Үй тапсырмасы: жолдау негізінде білімді ұрпақ ел болашағы тақырыбында 150 сөздік шағын эссе жазады. Эсседе кемінде 2 көркемдегіш құралды қолдану тапсырылады. Сау сәлеметте болыңыздар.